Қаржы пирамидасының белгілері бар Yellows инвестициялық жобаның бөлімшесінің қызметіне агенттіктің Ақмола облысы бойынша департаменті тосқауыл қойды. Аталған компания 3 ай бойы салымшыларды тарту мақсатында қылмыстық әрекеттер жасаған. Yellows өзін шетелдерде орналасқан жаңартылатын энергия көздерін, жел электр генераторларын енгізумен айналысатын компания ретінде көрсетті. Бұл жобаны ұйымдастырушылар өз бизнесінің жоғары табыстылығы туралы презентациялар жасай отырып, азаматтарды салым сомасының 3% көлемінде пассивті күнделікті кіріс алуға уәде бере отырып, ақша салуға сендірді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі таңда облыста құрылымдық бөлімше ұйымдастыруға қатысы бар тұлғалар анықталып, тінту жұмыстары жүргізіліп, оның барысында құжаттар мен басқа да заттар түріндегі айғақтар алынды. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды.